السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muallim Thani. Бірінші дәрісті бастаймыз, иншалла. Аллах жеңілдігін, қайырын және соңына дейін аяқтауымызды, жетуімізді нәсіп етсін. Ең бірінші керек нәрсе ниетімізді дұрыстаймыз, Аллахтың разылығы үшін деп. Иншалла маған Аллахтың жәрдемімен жеңіл болады, оңай болады деп әрдайым сондай ниетпен, сол оймен бастаймыз. Екінші дұғамен бастаймыз. Робби яссир уәлә туғассир, Робби тәммим бил хайр. Иншалла видеоның астына дұғаны жазып кетем. Таным Алматы 2023 жылғы баспа, кіріспесін бір оқып шығыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл жерде пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисі: сендердің ең жақсыларың Құранды үйренгендерің, әрі оны үйреткендерің, және де Құран оқыған кезде әр әріпке 10 еселенетін сауап берілетіндігі, тағы басқа ақпараттар келген. Фатха, касра, дамма, шәнда, сукун, тәнвин, касра, тәнвин, дамма, хамза, мәт әріптері. Бұл мәт белгісі екі харакатқа созылатын кезде қойылады. Ал бұл мәт белгісі 2, 4, 5, 6 харакатқа созылатын болса қойылады. Және де ай, күн, қамария, шәмси әріптері, әлиф, ләм ережесі жайында айтылған. Жалпы араб алфавитін, тәжвидті бастағаннан бастап әрдайым мен айтып кететін, шәкірттерге Құранға түсуге ниеттеніп түскісі келіп жүрген жандарға әрдайым айтатын бір нәрсем бар. Егер тұрақты болсаңыз, иншалла Құранға түсесіз. Құранды жақсы, мықты оқитын дардың біреуі болып шығасыз. Тек тұрақтылық керек. Құранға любой нәрсені, Құранға түсе алмауымыздың, тағы басқа нәрселерге жете алмауымыздың себебі тұрақсыз болғанымыздан. Сондықтан күніне 5-10 минут, жарты сағат бір уақыт бөліп тұрсаңыз, иншалла Құранға қалай түсіп кеткеніңізді байқамай қаласыз. Қалай өзіңіз оқып үйреніп кеткеніңізді, және осы тәжвидті ниеттеніп Құранға түсуге тәжвидті бастағаннан бастап, алфавитті оқып жаттап бастағаннан бастап, сіз Құранды ашып, қарап, тыңдай беру керексіз, оқи алмасаңыз да. Себебі ертең тәжвидті, мұғалім сәниді, сар тәжвидті бітіргеннен кейін сіз Құранды ашып қалған кезде оқи алмай, жүргізе алмай, тағы да басқа кедергілерге өзіңізді артқа тартуға себепші болып қалуы мүмкін. Сондықтан бүгіннен бастап Құранды ашып қарай береміз. Неше беттен тұрады, қай сүреден басталады, қалай оқылады, қандай аяттар жазылған, любой ақпарат жинақтап, соның барлығын жинақталу арқылы бір күні ми барлығын жинақтаған кезде қалай оқып кеткеніңізді байқамай қаласыз. Иншалла сол уақытқа жетуіңіз нәсіп етсін. Күнделікті бір әріп болсын, бір ереже, бір кішкентай ақпарат болсын, күнделікті
тоқтамастан тұрақты болыңыз. Кішкентай бір ақпарат білсеңіз де күнделікті Құран бетін просто ашып қарап отырсаңыз да оның өзі нығмет, күнделікті болу керек. Осындай кішкентай ақпараттарды, білімді үйрену арқылы, күнделікті жинау арқылы сіз Құранға иншалла түсесіз. Сондықтан күнде тұрақты боламыз, күнделікті Құранды да тәжвидті де ашып тұруымыз керек. Ал араб тілінде 28 немесе 29 әріп бар. 28 десеңіз де, 29 десеңіз де проблема емес. Тек 29-шы әріп мына жерде жоқ. Ол ләм әлиф әрпі. Жекеше жазылған кезде бірінші сөздің басында жазылғанда қалай жазылады, екінші сөздің ортасында, үшінші сөздің соңында. Яғни 28 немесе 29 әріп. Бисмиллах, бастаймыз. Әлиф, бә, тә, фә, جيم حاء خاء دال ثال راء زا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ха я. Осылай толықтай оқылады. Негізінде көп жерде ұстаздар қысқаша оқып кетеді. Негізі осылай оқылады. Осылай оқуының себебі көбі білмейді, сол білсін деп, үйренсін деп ниетпен, және де бұл қай кезде керек болады. Кейбір Құранды ашқан кезде, кейбір сүрелердің басында, мысалы Бақараның ең бірінші аятында әлиф ләм мим деп келді. Сол кезде неге ол әлиф ләм мим деп, неге олай оқылып жатыр деген сұрақ келуі мүмкін. Оның себебі осы. Себебі әлиф ләм мим деп Бақараның ең бірінші аяты оқылуының себебі осы. Яғни әлиф созылмайды. Әлиф ләм мим деп оқылуының себебі осы. Әлиф созылмайды, ләм созылады, мим созылады. Ләм мим, ләмнің соңғы әрпі мим, ләм мимнен тоқтайды. Сол мимге жалғаған кезде шамамен ереже бар ол жерде. Ол просто ақпарат ретінде айтып жатырмын. Сол ережеге келген кезде мим ортада жалғанған кезде мим шамамен 2 харакатқа ұстап тұрасыз. Ләм мим деген сияқты. Бұл да иншалла сізге керек болады. Сондықтан асықпай түсіндіріп кетемін. Себебі тәжвид ілімі, ғылымы асықпай түсіндірілетін дәрістердің бірі. Араб әріптерінің атауы және жазылуы. Міне әлиф қайсысы, бә қайсысы, бұл жерде барлығы жазылып тұр. Осыны жаттап, тезірек жаттап алғаннан кейін бұл жерден өзіңіз тексерсеңіз болады. Қайсысы әріп екен, жақсылап жаттап пысықтап аласыз. Бұл жерде әріптің қайсысы аты, сосын жекеше сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылуы келтірілген. Бұны да бір оқып шығып, бір көріп шығыңыз. Бұны бір жаттап қатты қиналып керек емес. Себебі осындай ақпараттарды жалпы Құранға осы тәжвидті оқып
үйреніп жатқан кезде құран оқып бастаған кезде немесе қазірден бастап оқи берсеңіз де болады. Жайлап жаңа айтып кеткенімдей осындай ақпараттарды бір А4-ге кішкентай А4-ге жөндеп редактировать етіп, мысалы мына ақпаратты мына шетіне тағы басқа ақпараттарды ережелерді былай да былай А4-ге шпаргалка қылып құран оқыған кезде қасыңызға алып отырсаңыз болады. Иншалла солай дұрыс болады, солай жеңіл болады. Бүгін осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Иншалла Аллах хайырлы білім нәсіп етсін.